Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Бірінші курс білім алушыларына арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен қашықтан оқыту сабағы. Оқытушы Жұмабекова Айша Акимбековна. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мұна суретке қарап, қандай ой толғайсыздар? Жақсы, компьютердің пайдасы мен зияны туралы айттыңыздар. Жалпы, компьютер деген не? Сұраққа жауап беріп көріңіздер. Жауаптарыңызды көрсетілген сөздер мен сөз тіркестермен салыстырыңыздар. Мұна сурет бойынша қандай ой толғайсыздар? Компьютер басты жарты адамдар. Осы тақырыпта жазылған қандай әдеби шығарманы білесіздер? Мұхтар Шахановтың компьютер басты жарты адамдар өлеңі бар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахановтың компьютер басты жарты адамдар өлеңі. Сабақтың мақсаты: әдеби шығармада көрсетілген әлеуметтік қоғамдық мәселені талдаймыз, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырамыз. Көрсетілген слайдта сіздердің бүгінгі сабақ бойынша бағалау критерийлеріңіз. Мұқият болыңыздар. Осы өлең туралы ғалымдардың пікірін тыңдаңыздар. Рухани байлықты мойындамай, тек қана жалаң білімге ден қойған қазіргі компьютер басты жарты адамдардың пайда болу жайлы Шаханов концепциясы бізді, жапондықтарды қайран қалдырды. Мен оның халқын осындай тегеурінді перзент тудыра алғандығымен құттықтағым келеді. Дайсаку Икеда, Жапонияның Сока Гаккай университетінің құрметті президенті, 300-ге жуық әлем университеттерінің құрметті докторы, профессоры. Қазіргі кезеңде 3-4 жасар нәрестелердің бәрі дерлік компьютерсіз тұра алмайтынын ескерсек, бүкіл әлем халқын компьютердің жаулап алғанын пайымдасақ, бұл мәселе жер шарындағы ең күрделі, ең көкейкесті проблемаға айналып кетті. Адамды адам ететін рухани байлықтың ең төменгі қатарға құлдырап, жалаң ғылыми техникалық істердің бірінші қатарға шығуы табиғи болмысымыздың, ғаламдық түсінігіміздің әлсіреуіне септігін тигізді. Кезінде ЮНЕСКО Мұхтар Шахановтың «Өркениеттің адасу» атты өлеңмен жазылған романын әлемдік поэзияның осы замандық биігі деп таныса, сол романға енген осыдан 22 жыл бұрын жазылған оның компьютер басты жарты адамдар атты шағын өлеңнің төңірегінде Жапония, Германия, Пәкістан, Түркия, Болгария, Украина, Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан және өзге елдерде арнайы конференциялардың өтуі Шахановтан өзге әлемдік деңгейдегі бірде-бір көзі. Сөздер тұжырымдамалық картасы бойынша өлеңде кездесетін жаңа сөздерге тоқталайық. Құймақұлақ, рухани байлық, жалаң білім, рухы жаны аласа, тамыр жалғай алмау. Құймақұлақ. Өз сөзімен анықтаңыз. Тез ұғып алатын адам. Аудармасы қалай болады? Умный. Синонимдер. Зерек, дана. Құймақұлақ сөзімен сөйлем құрастырыңыз. Елге ұстаздық еткен алғыр, құймақұлақты қарт адам. Рухани байлық. Рухани байлық сөзін сөздер тұжырымдамақ картасына салыңыз. Өз сөзіңізбен қалай түсінесіз? Оқымысты. Аудармасы қалай болады? Духовное богатство. Синонимі. Құндылықтар. Сөйлем құрастырыңыз. Рухани байлық
теңдесі жоқ байлық. Енді келесі жоғарыда берілген сөздерді өзіңіз сөздер тұжырымдама картасына салып жазыңыз. Оқулықтың 190 бетін ашыңыздар, автормен бірге өлеңді оқыңыздар. Қарттан алғыр құйма құлақты қонақтары сұрапты. Аға, неше балаңыз бар соңыңыздан саңғаған? 1,5 деп тіл қатыпты әлгі адам. Ал дәл айтсам 3 ұлым бар, зерек әрі білімді, 3-еуі де ғылым қуып назарға ерте ілінді. Сол 3 ұлдың бір ғана қайсар ұшқыр арманын, техникалық санаты мен ғылыми өр талғамын өз ұлтының рухани байлығына жалғады. Содан шуақ қуат алып, ғаламдық ой толғады. 2 ұлымның тағдырында ол өзгеріс болмады. 2-еуі де жалаң білім шеңберінде сорлады. Рухы жаны аласаның зорлық жатар парқында, сондықтан қос перзентімді санайым мен жартылға. Мейлі 2 ұлымды қақсады уақыт арқадан, нағыз ұлым біреу ғана, ана екеуі жарты адам. Я, бізді қайда апармақ мына заман ақпалы. Ұлан байтақ жерімізді жарты адамдар қаптады. Қайда барсаң көз алдыңда өнеге боп жарқылдар, жарты бастық, жарты ұстаздар, жарты қыздар, жарты ұлдар. Біз қаншамың жасөскінді аттандырдық шетелге. Білім алып келсін дедік, жер ел танып көрсін дедік, бірақ осы ізгімітті жалаң білім өтерме. Қайтсек екен монитор көз, компьютер бас жастылап, білім рух болу үшін ажырамас қосқанат. Қай кезде де білім күшің, әрі нұрлы жетегің, білімнің де адамзатқа зияны бар екенін, кім ойлапты Құдайым-ау? Егер ұры қаншама зор білімін қулығына қару етсе жан сала, бейқам елге оның тартар азабы да соншама. Сан жас қанат ғаламзатқа болмақ үшін өтімді, түнгі оттарды іздеп ұшар көбелектер секілді, қасиетті ата қоныс өзен тауын жерсінбей, баба тарих ардақтаған рух тұғырын менсінбей, ойын тұсап ессіз, көзсіз еліктеудің жарқылы, тек батыстық даңғаза өнер толқынында қалқыды. Білім алушылар, өлеңді қайта бір оқыңыздар. Өлеңнің мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды жасаңыздар. Бірінші тапсырма. 4 көбікті Вен диаграммасын толтыру арқылы өлеңдегі кейіпкерлер мен кейіпкерлерді шынайы өмірдегі адамдармен салыстырыңыздар. Келесі тапсырма. Синквен құрастыру арқылы өлеңнің мазмұнын түсінгендеріңізді көрсетіңіздер. Бұл сынып жұмысы. Үй тапсырмасы. Өлеңнен үзінді жаттаңыздар және өлеңге талдау жасаңыздар. Ашық хат әдісі арқылы менімен кері байланыс жасаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.